Адамның күніне қанша мөлшерде қоқыс қалдықтарын шығаратыны жайлы ойланып көрдіңіз бе? Пластикалық бөтелкедегі су, әдемі орамадағы шоколад, қағаз майлықтар мен медициналық бетпердені қолданамыз. Онымен қоса дүкенге әр барған сайын полиэтилен пакетімен оралып, оны қайта қоқысқа тастайтынымыз тағы бар. Қалдықтарға қалай екінші өмір сыйлауға болады? Жасыл технологиялардың бұған қандай қатысы бар? Мен Жәмила Нашекен, бүгін Гринтек бағдарламасында айтып берем. Бүгінде Қазақстандағы 3,5 мың полигонда 120 миллион тонна қалдық жиналады. Оның мөлшері жыл сайын 5-6 тоннаға артып келеді. Бұл шамамен 42 футбол алаңымен пара-пар. Сарапшылардың айтуынша бұл көрсеткіш 2025 жылы 8 миллионға дейін артады. Менің артымда күн сайын қоқысқа толатын елордалық полигонның бірі. Жарамдылары сұрыпталады, ал қалғаны учаскелерге бөлінеді. Помещается на участке. Күнделікті қалдықтар үйілсе де, жер асты суларының ластануын болдырмайтын геомембранамен жабылған шұңқыр бар мұнда. И утрамбовывает отходы. Алайда бұлай жалғаса беруі мүмкін емес. Барлық қоқыс үшін орын жетпейді. Сондықтан бүгінде Қазақстанда қатты қалдықтарды шикізатқа, тіпті энергия көзіне айналдыруға басым мән беріледі. Даже в источник энергии. Қазіргі таңда еліміздегі қалдықтарды қайта өңдеу үлесі 15% құрайды. Ал Еуропа елдерінде бұл көрсеткіш 2 есеге көп. Алайда жасыл экономика концепциясына сәйкес 2030 жылға қарай Қазақстанда қоқысты өңдеу жұмыстары 40%, ал 2050 жылға қарай 50%-ға жетеді. Қалдықтарды дұрыс игеру және сол мақсатқа жету халықаралық жасыл технологиялар орталығының маңызды бағыттарының бірі. Сәлеметсіз бе? Біз сізге макулатура тапсырсаңыз, біз сізге сол үшін ақша береміз. Сәлеметсіз бе? Сіз бізге макулатура тапсырсаңыз, біз сізге сол үшін ақша береміз. О, қоқысқа да ақы төлене ме? Иә, біз қайталама шикізаттың 10 түрін қабылдаймыз. Керемет, мен бұл туралы толығырақ білгім келеді. Макулатура полиэтилен, пластмасса, бөтелке, алюминий құтыларын өткізіп, сол үшін қаражат алуға болатын елордадағы қайталама шикізат орталықтарының бірі осы. Бұдан кейін өнімдер қайта өңдеуге жөнелтіледі. Біле білсеңіздер, пластиктің өзі 150-300 жыл ыдыраса, макулатура 2-4 жылға дейін ыдырауы мүмкін. Ал екінші өмір сыйлау арқылы олардың экологияға зиянын азайтуға болады. Каждый вид Қайталама шикізаттың құрамы бірдей емес, сондықтан өңделуі де әртүрлі. Мәселен, макулатураны да түріне қарай сұрыптаймыз, яғни ақ қағазды жеке, картонды жеке дегендей. рассортировываем по видам, то есть белая бумага отдельно, картон или гофра упаковка отдельно. Далее Әрі қарай картон арнайы құрылғыда жақсылап нығыздалады. Нәтижесінде 400-500 килограммдық орамдар пайда болады. Осыдан кейін біз өңдеу зауыттарына жөнелтеміз. 500 килограммов. После чего мы отправляем заводам-переработчикам. Макулатура қалдықтарынан жұмыртқаға арналған орамдар, крафт пакеттер, полиграфиялық және өзге де өнімдер дайындалады. Основным источником вторичного сырья является Қайта өңделетін материалдар көбінесе сауда орталықтарынан, супермаркеттер мен азық-түлік дүкендерінен келеді. Сонымен қатар мемлекеттік органдар мен өзге де өндіріс орындарынан қалдықтар, қайталама шикізат көздері міндетті түрде шығады. Жалғыз айтатын дүние, біз лас қалдықтарды алмаймыз. Единственное, в чем мы можем отказать, это если сырье грязное. На самом деле, путь к грамотному управлению. Шындығында қалдықтарды дұрыс игеру әрбір үйден, әр азаматтың өзінен басталады. Барлық қоқысты бірге үйе береміз бе, әлде сұрыптаймыз ба? Бұл біздің қоршаған ортамызды таза ұстауға, оны сақтап қалуға деген қарым-қатынасымыздың көрінісі. Оставить нашу планету будущим поколениям. Половина. Біз тастайтын қоқыстың жартысына жуығы қайта өңдеуге жарамды. Сондықтан әрқайсымыз қалдықтарға екінші өмір сыйлауға тырысуымыз керек. Меніңше, елорда тұрғындарының осыған қатысты ойын білудің орайы келген сияқты.
Да, разумеется, знаем. Конечно, надо. Әрине білемін. Баяғыдан бері солай жасау керек еді негізі. Бұл енді қоқысты сұрыптамай тастап жүрген адамдардың мәдениетіне байланысты ғой. Сондықтан түсіндіру жұмыстарын жиі жүргізу керек шығар. Жасыл технологиялар қазір қай жерде де бар. Проводить культуру сортировки этого мусора. Да, конечно, знаю, у нас в Нур-Султане есть. Иә, әлбетте білем. Бізде Нұр-Сұлтанда қағазды, шыныны, пластмассаны жеке-жеке тастайтын арнайы қоқыс жәшіктері бар. Выкидываем бумагу, стекло, пластик и так далее. Ну да, я знаю, что такое сортировка. Қоқысты сұрыптау туралы білемін. Біз үйде қоқысты тұрмыстық қалдықтар, қағаз, металл деп бөлеміз. Ол үшін жеке сөмкелер қолданамыз. Используем. Қазақстандықтардың саналы болуы және халық арасында қалдықтарды сұрыптау мәдениетін үйрету еліміздің қоқысқа батпауының кепілі дейді экобелсенді Жасәлім Шағалиев. Мы находимся в поселке Коянды. Это бывший карьер для грунта. Біз қазір Қоянды ауылында тұрмыз. Мынау ескі карьер. Ол Астана-Павлодар тас жолын салуға қолданылған. Карьер жабылғаннан кейін ол өңделмеген. Теперь мы наблюдаем несанкционированную свалку. То есть свозится в поселок. Байқағандарыңыздай Қоянды ауылынан мұнда рұқсат етілмеген қоқыс әкелінеді. Сондықтан бұл мәселені шешу үшін кешенді шаралар керек және жауапты ұйымдардың араласқаны дұрыс. Как Министерство экологии, как и Акимат подавал свои предложения. Но, к сожалению, Мен экология министрлігіне де, әкімдікке де өз ұсыныстарымды жеткізген едім. Өкінішке қарай жылдар бойы жинақталған проблеманы шешу мүмкін емес. Әрине бұл уақытты қажет етеді. Арнайы амал тәсілдерді қолданып, жақсылап қадағалау керек. потому, чтобы контролировать, как правильно. И, конечно же, большой вопрос – это утилизация этого мусора. Нужно еще раз подумать над тем, как мы хотим. Біз бұл мәселемен қалай күресетінімізді анықтап алуымыз керек. Әрдайым айыппұл төлете беруге де болмайды. Алдымен арнайы контейнерлер қолжетімсіз болғандықтан біз қоқысты бей-берекет тастай береміз. Екіншіден, полигондардың қоқысы үшін алатын төлемдері тұрақты емес. Және де бір ғана полигон жеткіліксіз. Өйткені оның да қолданылу мерзімі болады. 2024 жылы өз жұмысын тоқтату керек. Демек, жаңа полигон құрылысын бастау қажет. То есть, соответственно, нужно строительство нового полигона. Елімізде қалдықтарды сұрыптау бағытында арнайы компания құрылған. Басқаша айтқанда, қоқысты жинау және қайта өңдеу жұмыстарын ұйымдастырады. Бұл компания жиналған және қайта өңделген қалдықтар үлесінің шығынын субсидиялайды. Сонымен қатар келесі жылдан бастап көлік шығындары да қосылады. Жалпы бұл елдегі қалдық инфрақұрылымын реттеуді көздейді. В настоящее время региональными акиматами Қазіргі уақытта Ақтөбе және Шығыс Қазақстан облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласының әкімдіктерімен қалдықты сұрыптау мақсатында ынтымақтастық орнатылды. тесно взаимодействуем по созданию условий для раздельного сбора. Подумать только, а вы знали? Қоқыстың энергия көзі бола алатынына сенесіз бе? Мұны өңделмейтін қалдықтарды жағу арқылы жүзеге асыруға болады. Для тех его видов, которые не подлежат переработке. 1 тонна қоқыстан 300-400 киловатт электр энергиясы өндіріледі. Елімізде қалдықтарды кәдеге жаратып, энергия көзіне айналдырудың арнайы жүйесі енгізіледі. Осы мақсатта қалдықтарды өртейтін зауыттар салынбақ. Осы саладағы өндіріс орындарының жұмысы жаңа заңмен реттеледі дейді мамандар. Ол қатты тұрмыстық қалдықтарды энергия көзі ретінде пайдалану тұжырымдамасын анықтап, термиялық өңдеу құрылғыларына қойылатын талаптарды белгілейді. Электр станциялары мен олардың қызметкерлерін қолдау шараларын қамтиды және осы сегмент инвесторлары үшін басқа да қажетті жағдайлар жасауды қарастырады. Законопроектом предусматривается на начальном этапе. Заң жобасы бойынша Қазақстанда 6 зауыттың құрылыс жұмыстары басталды. Бұл Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Атырау, Тараз және Ақтөбе қалалары. Бұл зауыттардың арқасында 2024 жылға қарай өңдеу деңгейін 30%-ға арттыруға болады. Осы объектілер өндірген электр энергиясын міндетті сатып алу көзделеді. Қаржы есептік орталық 15 жыл бойы сатып алуы тиіс. Это будет гарантированно закупаться расчетно-финансовым центром в течение 15 лет. В
рамках нашего исследования были определены соответствующие... Зерттеу жұмыстарының аясында әкімдік пен экология министрлігі және өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелері операторымен бірлесе отырып арнайы жер учаскелері анықталды. Халықаралық сарапшылармен де бірігіп зерттеу жүргіздік. Ал екінші кезеңде қатты қалдықтардың морфологиялық, энергетикалық және химиялық құрылымына тоқталдық. Халықаралық жасыл технологиялар орталығының мамандары біздің жану мәселелері институты мамандарымен бірге 6 аймаққа барып, морфологиялық қасиеттерге зерттеу жүргізді. Проводили исследования именно по морфологическому составу. Тема мусора, как и сам. Қоқыс пен қалдықтар тақырыбы оның өзі секілді сарқылмайтын сынды. Бүкіл әлемді алаңдатқан бұл проблеманы Қазақстанда жасыл технологияларды пайдалану арқылы шешуге ұмтылып келеді. Но никакие законы и... Алайда әр азамат өзінен бастамаса ешқандай заңда, технологияда үлкен апаттың алдын ала алмайды. Көшедегі қоқыстан арылу үшін қалдықтарды қайта өңдеу аздық ететіні сөзсіз. Сіздермен бірге болған Жәмила Нашекен, келесі кездескенше. С вами была Жамиля Нашекен. До скорой встречи.